Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын әсіптің жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен бізге бауыр қажет болады. Бауырды ет тартқыштан өтетіндей етіп, кішкене ұсақтап турап дайындап алдым. Сонымен қатар бізге өкпе қажет болады. Өкпені суға салып, жарты сағат қайнатып пісіріп алдым. Малдың кішкене жүрегі мен бүйрегі де бар еді. Оның барлығын дерлік кесіп дайындап алдым және барлығын қазір ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сонымен қатар бізге тартылған ет пен жартылай піскен күріш қажет болады. Күрішті толықтай пісірмейміз, тек жартылай пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және 4 тісше чеснокты өткізіп қосатын боламын. Мінекей бауырды ет тартқыштан жақсылап өткізіп алдым. Енді бөлек ыдысымызға өкпені өткіземіз. Одан соң сіздердің әсіптеріңіз өте майлы, сочный болып шығу үшін осындай құйрық майды қосып жіберсеңіздер де болады. Және ашылған 4 тісше чеснокты да ет тартқыштан өткізіп жібереміз. Барлығын бір ыдысқа жинайтын боламыз. Бауырды оның үстінен өкпе мен құйрық майды қосып және тартылған етті қостым. Бұл жерде менде 500 грамдай тартылған ет бар. Мен еттің өте майлы түрін таңдадым. Сол кезде әсібіміз дәмді шығады. Жартылай піскен күрішті де қосамыз. Осы орайда өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қосып жасасаңыздар болады. 1 шай қасық тұз, қара бұрыш және зираны қосып, жақсылап барлығын бір келкетіп араластырып шығатын боламыз. Құрметті көрермендер, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және астыдағы тұрған поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің таныстарыңыз, туыстарыңызбен осы видео рецепті бөліссеңіздер қуанып қалар едім. Ішекті тазалап жуып, басын жақсылап жіппен байлап аламыз бірнеше қайтара. Одан соң 5 литрлік баклажканың аузын кесіп алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай кигізетін боламыз. Сол кезде әсібіміз өте тез жасалынатын болады, яғни жылдам салмасы салынып шығады. Мінекей менде орташа көлемді 3 әсіп дайын болып шықты. Әсіпке сиырдың немесе қойдың ішегінде пайдалана берсеңіздер болады. Мен үйде жылқының ішегі бар еді, соны пайдаланып жасадым. Одан кейін іші видеода көріп тұрғандарыңыздай өте бос болу қажет. Қазір күріші піскен кезде біршама ісінетін болады. Мінекей салқын суға салып, бір қайнатып алдық. Бір қайнап шыққаннан кейін көбігін міндетті түрде алып тастаймыз. Одан соң бетін жауып 45-50 минут шамасында орташа отта пісіріп аламыз. Осы өкпе бауырды қуырдаққа қосқанда көпшілігі жей бермейді. Сондықтан осылай барлығын араластырып жасап беретін болсаңыз, дәм өте ерекше болады. Менің отбасымда өкпе бауырды қуырдаққа қосып жасаған кезде мүлдем жемейтін еді. Осылай әсіп жасап бергеннен кейін барлығы тамсана жеп қойды. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.